Тағы бір теннисшіміз финалға өтті. Сәлем қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтары, бізде 1 минут кеттік. Бұл Юлия Путинцева, әлемнің 32-ші ракеткасы. Қазақстандық теннисші Будапешт WTA 250 турнирінің ширек финалына жолдама алды. Путинцева екінші айналымда бразилиялық теннисші әлемнің 125-ші ракеткасы Лаура Пигоссимен бақ сынасқан. 2 сағаттан астам уақытқа созылған ойында Юлия қарсыласына екінші партияда ғана есе жіберді. Одан соңғы 2 ойында 6-1 және 6-2 есебімен басым түсті. Қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемнің 97-ші ракеткасы жарысқа Украина атынан қатысып жатқан Леся Цуренкомен кездеседі. Леся бұған дейін ресейлік Камила Рахимованы жеңген. Рыбакина деп бір шулап едік, енді Путинцевадай спортшымызға қолдау көрсетейік. Мейнстрим болып кетпей тұрғанда жанкүйер екеніңізді көрсетіп, стористарға қазір